Сәлем, тоқтылар, сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Менің қымбатты, жақын әрі сүйікті жандарым. Бұл сіздердің 26 жылғы мамыр айына арналған жұлдыз жорамалдарыңыз. 1 мамырда айдың алғашқы күні сіздердің 8-ші қаржы үйіңізде толық ай болады. Толық ай әрқашан біз бір нәрсені айқындап жарыққа шығарады. Әсіресе алғашқы аптада әсері күшті болады. 1 мен 8 мамыр аралығында қаржы мәселелері шешілуі мүмкін. Үлкен ақша түсуі ықтимал, немесе басқа адамдардың қаражаты, сыртқы ресурстар қолжетімді болуы мүмкін. Бұл несие рәсімдеу, банктік қаражат сақтандыру төлемі болуы мүмкін. Салыққа байланысты жағдайлар болуы да мүмкін. Салық төлеу немесе жүйесін өзгерту несиеңізді қайта қаржыландыру да мүмкін. Оқу гранты, шәкіртақы, алимент немесе инвесторлардың қолдауы, бірлескен бизнес немесе серіктестік арқылы табыс табу ықтималдылығы бар. 8-ші үй басқа адамдардың ақшасы, мысалы жұбайыңыздың табысы мен ата-анаңыздың көмегі. Қаржы тақырыбы 1-ші аптада өте өзекті болады. Сонымен қатар күтпеген жағдайлар болуы мүмкін. Жоспарланбаған шығындар. 8-ші үй құпиялар, эзотерика, мистиканы да білдіреді. Психология, психотерапия, тәуелділіктен арылу тақырыптары қызықтыруы да мүмкін. Психологқа жүгіну, шешім қабылдауыңызда ықтимал. Бұл үй сеніммен бірге де байланысты. Қаржылық сенім, қарым-қатынастағы сенім, өзіңізді ашу, бұл тақырыптар әсіресе айдың басында маңызды болады. Жалпы мамыр бойы қаржы мен құндылықтар тақырыбы жалғасады. Толық ай жасырын нәрселерді ашады, маңызды шешім қабылдауға итермелеуі мүмкін. 4 мамырда Меркурий сіздің 2-ші ақша үйіңізге өтеді. Бұл ақпарат, байланыс және қаржыға қатысты жаңалықтар, жұмысқа, табысқа немесе төлемдерге байланысты ақпарат келуі мүмкін. Сондай-ақ сатып алу, келісім шартқа қол қою, мәміле жасау ықтимал. Үй, пәтер, көлік немесе тұрмыстық заттар алу, немесе жай ғана сауда жасауға көңіл күй болады. 6 мамырда Плутон ретроградты қозғалысқа өтеді және сіздің 11-ші достар мен орта үйіңізде орналасқан. Бұл достармен, ұжыммен, командамен қарым-қатынастағы өзгерістер болуы мүмкін дегенді білдіреді. Сіз белгілі бір ортадан кетуді немесе жұмыс тәсілін өзгертуді шешуіңіз мүмкін. Жұмыс орнында немесе бизнесте үлкен трансформациялар болуы да ықтимал. Плутон 8-ші үймен де байланысты болғандықтан қаржы тақырыбы да жалғасады. Достар немесе таныстар арқылы маңызды ақпарат алуыңыз да мүмкін. Бұл қарым-қатынастарды өзгертуге немесе келісім шарттарын қайта қарауға итермелеуі мүмкін. 16 мамырда жаңа ай сіздердің 2-ші ақша үйіңізде болады. Бұл жаңа қаржылық мүмкіндіктердің белгісі. Жаңа жұмыс ұсынысы мен идея, жаңа қызметкерлер, жаңа келісім немесе табыс көзі пайда болуы мүмкін. Кейде бұл күтпеген жерден ақша түсуі немесе біреудің қаржылай көмегі болуы мүмкін. Әсіресе 16 мен 23 мамыр аралығы маңызды. 18 мамырда Меркурий 3-ші үйге өтеді. Бұл байланыс, танысу, оқу, жаңа тағдырлар. Сіз көбірек араласып, сөйлесіп, қысқа сапарларға шығуыңыз да мүмкін. Құжат рәсімдеуде болуы да ықтимал. 19 мамырда Марс 2-ші үйге өтеді. 1 мен 19 мамыр аралығында Марс сіздің белгіңізде болып, сізге энергия, белсенділік, қозғалыс береді. Сіз мақсатқа бағытталған әрекетке толы боласыз. Бірақ Марс пен Сатурнның әсері кейде қарама-қайшылық тудыруы мүмкін. Бір жағынан тез әрекет еткіңіз келеді, екінші жағынан бәрін баяу әрі тұрақты жасағыңыз келеді. 19 мамырдан кейін Марс ақша үйіне өтеді. Табыс, шығын, ресурстар тақырыбы күшейеді. Спорт, денсаулық, дұрыс тамақтану да маңызды болады. Бірақ шығындар да артуы мүмкін. Импульсивті сатып алуларға абай болыңыз. 20 мамырда Венера 4-ші үйге өтеді. Бұл үй, отбасы, жайлылық. Қонақтар келуі, мереке, үйді безендіру, интерьер жаңарту ықтимал. Отбасында жақсы жаңалықтар болуы мүмкін. Жылжымайтын мүлікке қатысты сәтті мәмілелер болуы да мүмкін.
Бұл кезеңде сізге жайлылық, жылулық, қамқорлық сезімі күшейеді. Бұл әсер 14 маусымға дейін жалғасады. 22 мамырда күн 3 үйге өтеді. Бұл кездесулер, келіссөздер, жаңа таныстықтар және оқу болуы мүмкін. Танымал немесе ықпалды адамдармен талысу мүмкіндігі бар. Мемлекеттік мекемелермен байланыс, емтихан тапсыру немесе құжат алу да өте сәтті өтеді. 31 мамырда екінші толық ай болады. Бұл жолы 9 үйде. Бұл шетел, саяхат, білім, жаңа мәдениеттер, виза, паспорт, шетелге шығу, оқу немесе халықаралық байланыстарға қатысты жаңалықтар болуы мүмкін. Сіз жаңа мәдениетпен танысып, дүние танымыңызды кеңейтесіз. Философия, рухани даму, жаңа көзқарас табу ықтимал. Сатурн сіздің белгіңізде, ол тәртіп, жауапкершілік, маңызды шешімдер әкеледі. Әсіресе туған күн 30 наурыз және 2 сәуір аралығында туылғандарға, немесе тоқты белгісінің 9 мен 12 градус аралығында орналасқан адамдарға әсері күшті болады. Бұл кезеңде өмірге байыппен қарап, маңызды шешімдер қабылдауға қажет болады. Жалпы мамыр айы сіз үшін қаржы, өзіндік құндылық, табыс пен шешімдер айы болады. Сізге тепе-теңдік сақтап, маңызды қаржылық қадамдар жасау қажет болуы мүмкін. Сіздерге керемет мамыр тілеймін. Өз құндылықтарыңызды түсініп, өз еңбектеріңізді бағалай біліңіздер. Тағы да бір айта кететінім, енді бірнеше тағы да видео жазғым келіп тұр. Бұл Венера нені білдіреді, яғни арасында айтып тұратыным бар. Ретроград, Меркурий дегеніміз не? Жалпы осындай сияқты планеталарда және асцендент туралы, ол да бір әрбір видео, әрбір тақырыпқа арналған видеолар болады. Алдын ала сіздерге ескертіп қояйын. Жақсы, дәл осындай сізді алдағы уақытыңыз күтіп тұр. Сау болыңыздар.